бір қалада бір мешіт бар дейді. Ол мешіттің соғылғанына 4 ғасыр болған екен. Ана мешіттің тарихы. 400 жыл өткен, әлі мешіт тұр. Сол мешіттің соғылуына 2 килограмм жүзім себепкер болған екен да. Бір мешіттің соғылуына 2 килограмм жүзім себепкер болған дейді. Сол қаладағы бір ең беделді бай, жомарт адам, көбінесе байлар ақша жинағанды ұнатады ғой. Үйде ақша жинап, бір сақтап қойғанды бар ғой ондайлар мысалы. Негізі ақша жинап сақтап қою жақсы амал, бірақ зияны да бар да. Оның зияны да бар да. Сол бір бай адам өзі ақша жинап сақтап қойған, бүткіл үйіндегі сақтап қойған ақшалары бар. Сол қалада бай адам ғой енді. Базардан бір 2 килограмм жүзім сатып алады. Жүзім сатып алады да, жанында қызметшісі айтады, мына жүзімді үйге апарып тастаса, қазір аср намазынан кейін барып жейміз сол жүзімді дейді. Содан кейін аср намазын оқып үйіне барса, дастарханға отырып, келіншегіне қарап, ал бағанағы 2 килограмм жүзімді үйге жібертіп едім, алып кел, жейік деп айтты дейді. Сол кезде келіншек айтты дейді, ана жүзімнің дәмділігі өте керемет екен. Біз оны бәрін жеп қойдық деп айтады дейді. Бәрін жеп қойдық дейді. Ана бай тұрып, бір жүзімнің бір кішкентай бір бөлігін қалдырмадың ба десе? Жоқ, қалмады деп айтты дейді. Бір данасы қалмады ма деп айтты дейді. Бір данасы да қалмады дейді. Дәмін көру үшін дейді. Сөйтіп ана бай дейді, анау орнынан ашуланған күйде тұрып, бөксесін көтеріп алып, иығын шығарып алып, ашуланып кетіп бара жатса, келіншек айтады дейді. Қазір тұра тұрсайшы, қайтып алдыртамыз ғой базарға барып деп. Жоқ деп бай үйінен шығып кетіп қалды дейді. Үйінен шықты да, сол қаладағы жер сататын, сонда бір жер сататын учаскелер бар ғой. Сол жер сататын адамдарға барып, қаланың ортасына маған қазір бір жер бер деп айтты дейді. Сөйтіп ол жер сататын кісілер, бүгін болмай жатыр енді, ертең келіңіз. Жоқ, менде уақыт жоқ. Дәл қазір бер маған жерді деп айтты дейді. Қанша тұрады? Пәленбай сома тұрады. 30 есесін төлеймін, маған қазір бер деп айтты дейді. 2 миллионға сіз көлік сатып атсаңыз, мен сізден келіп, мына 2 миллион сатып атқан көлігіңізді 10 миллионға берші десем, сіз сразу бересіз ғой, дұрыс па? Ойланбастан бересіз ғой. Сол үшін сатып алу оңай да, сату қиын да. Ақшаңыз болса, любой нәрсені сатып аласыз. Оңай да сатып алу. Үстіне қосып берсеңіз. Ана кісі тұрды да сол қаланың ортасынан бір жерді сатып алды дейді. Жерді сатып алды да, сол аср намаз уақыты шықпай жатып, алды да сразу мешіттің құрылысына кірісіп кетті дейді. Мешіт салуға. Жерін қазып, фундамент тұрғызып, бәрін строй материалдармен әкеліп, уже мешіт тұрғызып жатыр дейді ана кісі дейді. Сөйтіп мешіт тұрғызып жатқан өзі шет жағынан қарап, күлімсіреп отыр дейді. Мешіттегі жамағаттар келіп ол кісіден, сіздің мынау амалыңыз, істеп жатқан ісіңіз жай ма? Ойламаған жерден мешіт салып кеттіңіз деп сұрастырса, ана кісі деп жауап берген дейді. Мына мешіттің қазір тұрғызуына дейді, 2 килограмм жүзім себепкер болып маған қазір дейді. Аллах Тағала 2 килограмм жүзіммен Аллах Тағала оны түсіндіріп қойған екен да. Мен 2 килограмм жүзімді үйге алып барсам дейді, үйіндегінің бәрін жеп қойды, оны маған қалдырмай дейді. Енді мен қалай сенем оларға дейді, өзім отбасыма қалай сенем? Мен өлген кезде менің дүниемді менің атымнан садақа беретін қалай сенем оларға дейді. Мен қазір тірі кезінде осы нәрсемен пайдаланып қалмайын ба дейді. Сөйтіп амал бастап кеткен дейді. Қараңыздар да, құрметті жамағат. Құрметті жамағат, мынау біздің Алла нәсіп болса алдағы жоспарымызда мынау мешітіміздің және осы ризық қорының несімен қолдауымен әуелі Алла ғой иншалла. Аллаға тәуекел қылып, қандай баға шықса да ол бағадан сескенбей, қорықпай бір үлкен амалды бастайын деп жатырық. Негізінде әрбіріміз жомарт болуға лайықтымыз негізінде. Әрбіріміз жомарт адамдар болуымызға лайықтымыз. Қиямет күні хадис масы келеді, қиямет күні бір адамды келтіреді. Амал дәптері 2 таразыда теңесіп қалған адамды келтіреді дейді.
екеуі тең. Күнәсі де және де жақсы амалда таразы теңесіп қалған. Ол адамға дейді, рұқсат береді бір сауапты алып келуге, жәннатқа кіру үшін. Ана адам қатты уайымнан, қайғыдан, өзінің әкесіне барса да, анасына барса да, бауырларына, достарына барса да, бәрі тәрік қылды дейді. Соны қатты уайым қайғыда отырған кезде дейді, бір адамды көреді дейді, ешқандай несі жоқ. Сөйтсе ол адамның дейді, бірақ сауабы қалған дейді. Басқа несі жоқ, бірақ сауабы бар екен. Сонда анау кісі сенің бұл қатты күйзеліске душар болуыңызға не себеп болды деген кезде маған бір сауап жетпей жатыр деп. Ана кісі тұрып, менің мынау бір сауаппен жәннатқа кіре алмаймын ғой. Әйтеуір бір адам жәннатқа кірсе екен деп, бір сауабын алып ана кісіге берген екен де, қиямет күні дейді. Андай күнде қиямет күні дейді. Бір адам болсын кірсін деп. Сонда анау адам дейді, бір сауапты алып, Раббысының құзырына барып таразына қойған кезде мына сауапты қайдан алды? Аллах та көріп тұр, біліп тұр, естіп тұр. Сонда да сұрады дейді, пенің қолынан дейді, мынау пендем мына сауапты қайдан алды? Ана пендесі бір адам дейді, жомарт адам дейді. Алды да осыны берді маған дейді. Сонда Аллах тағала оны шақыртып айтты дейді. Аны бір пендесін анау берген адам шақыртып, жомарттылардың жомарты ол менмін деп, Аллах тағала өзінің шынайы жомарттылығын көрсетіп, ана берген адамды Аллах тағала бүкіл күнәсін кешіріп, екеуін бірге жәннатқа кіргізеді дейді. Қараңыздар да. Мына өмірде құрметті жамағат, өзіміздің қиметтегі азығымызды жинап алмайынша, иншалла сол азығымызбен Раббымыздың құзырында тұрып, басқа адамдардың көзінше, басқа адамдар бұл амалды істей алмай қатты өкініп отқан кезде біз қуанып отыратындай адамдардан болуымыз керекпіз. Мынау кез келген адам өмірде бір іспен адам өзгереді. Бір амалмен әйтеуір бір күні Аллах тағала сізді бір жаман адаммен өзгертіп қоюы мүмкін, мүмкін бір жақсы адаммен өзгертіп қоюы мүмкін, мүмкін бір басқа бір іспен өзгертіп қоюы мүмкін. Соның бірі бір қалада, үлкен бір қалада бір ұстаздың шәкірттері болады. Ол ұстаз осындай мемлекеттің бүткіл несін оқытатын ұстаз екен да, андай. Былайша айтқанда би қылатын ұстаз ғой енді. Төре қылатын, төрешілік қылатын, сондай шәкірттер тәрбиелейтін ұстаз екен да. Сол 25 шәкірті бар екен. Сол 25 шәкірттің ішінен дейді, 5 шәкірті ең жақсы оқумен бітіреді. Сол 5 шәкірттің ішіндегі біреу дейді, одан да мықты дейді, білімі дейді. Өте мықты біліммен алып бітіреді дейді. Сол шәкірттің бір күні ұстаз өзім бір жақсы бір сабағымды берейін, өмірде ұмытылмас бір сабағымды берейінші сол саған деп, үйіне қонаққа шақырады ғой шәкіртін. Мықты бітірген шәкіртін. Үйіне қонаққа келіп, тамағын береді, жақсы ана шәкіртке киімдер алып береді, қолында пәленбай ақша санап тұрып ақша береді, жақсы сөзін айтады, жақсы батасын береді шәкіртіне. Шәкірт енді бара бер деп, енді шәкіртін күтіп алды дейді. Шәкірті анау киімді алып, ақшасын алып, ақ батасын алып, қатты қуанып, үйінен шығып бара жатқан кезде ұстазы келді де, мынау арт жақтан тұрып, құлақ шекеден алды да, бір шапалақ ұрып жіберді дейді шәкіртін дейді. Анау спашка ұрған ударлар қатты еді ғой негізінде. Ойламаған жерден ұрған ударлар қатты еді да негізінде да. Анау шәкіртінің құлағына тиген кезде анау шаңғалап кетті шәкірті дейді да. Шаңғырып жіберді шәкірті дейді да. Қараңыздар, шаңғырып жіберді дейді. Сол кезде анау шәкірті дейді да, ұстаз деп үйіне шығып кетіп қалды дейді. Арада дейді, біраз жыл өтті. Анау шәкірті бір жерде жұмыс істеді, басқа бір жерде жұмыс істеді. Арада 20 жыл өтті. Анау шәкірт бірге сол қаланың бас төрешісі несі болды дейді. Соты болды дейді. Былайша айтқанда сот, қазы, бас қазы болды дейді. Сол бұрынғы ұстазын ұрған ударын ұмытпай, ұстазын шақыртқан дейді. Ұстазын шақыртып, ұстазым білесіз бе, сізден осындай білім алдық. Бірақ бір үйіңізге шақырған кезде бір спашка ұрғаныңыз береді, бір арт жақтан құлақтан. Өте қатты тиіп сол. Соны не үшін ұрдыңыз деп ұстаздан сұрап тұр, 20 жылдан кейін сұрап тұр дейді. Іште қалып қалған ғой енді, кек алып қалған ғой. Сол кезде ұстаз айтады дейді, мен саған білім бердім. Иә, білім бердіңіз. Мен саған ақша бердім,
киім алып бердім, мен саған ақша бердім, қанша ақша берген есіңде ме? Жоқ, есімде жоқ, ұмытып кеткен ғой, берген ақшасын. Киім алып бердім, қандай киім алып берген білесің ба? Жоқ, білмеймін деген да. Мен саған сонда жақсы баталар бердім ғой, сол баталар есіңде ме? Жоқ, есімде емес деп. Оны не үшін мынау шапалақ есіне алып қойған деген да. Сол кезде шәкірт айтады, білмеймін дейді да. Мынау әлі құлағымнан кетпеген сияқты дейді да, осы есіне қалып қапты дейді да. Бұл ұстаздың дейді да, шәкіртке берген ең соңғы сабағы екен да. Сен қазір сотсың дейді, қазысың дейді. Сен келген адамдарға жақсы үкім шығарсаң дейді, олар сенің жақсылығыңды ұмытады олар дейді. Сен жақсылығыңды ұмытып кетеді дейді. Сен біреуге жаман үкім шығарсаң дейді, ол өмір ақы ұмытпайды дейді. Мынау сенің істеген ісің сияқты дейді. Қараңыздар, құрметті жамағат. Сол сияқты құрметті жамағат. Ләж барынша негізінде істеген жақсы амалыңды ұмыт дейді ғой негізінде. Күнәңді ұмытпа дейді. Өйткені күнәңді еске алып жүріп өз-өзіңде не істеп жүресің? Тәубеге шақырып жүресің, өз-өзін төмен санап жүресің. Бір күні осындай бір қалада, бір ауылда ақсақалдар, бір 20 ақсақал бас қосып, сол қаладағы бір бай адамға барған екен да. Өте бай адамға барып, байеке, қалайсыз, денсаулығыңыз қалай, жақсы ба деп анау жаймен сөзбен басып, насихатпен басып, уағыз айтып, анау байға енді түбі ауылға бір мешіт салу керек деген сияқты намек келтіріп айтып отқан ғой. Анау бай тұрып, көп сөзді айта бермей, осы мешіт салу керек па деп айтты дейді да бай. Сендер мен білем ғой әдістеріне, былай сөйлейсіңдер. Осы мешіт салу керек па деп айтты дейді. Иә, мешіт салу керек деп. Кетіңдер деп айтты дейді да. Соқпаймен мешіт. Шығыңдаршы, кетіңдерші деп. 20 ақсақалды, ауылда ақсақалдан үйінен қуып жіберді дейді. Сөйтіп 20 ақсақал не істерін білмей, үміттерін үзіп, енді істейміз деп. Бармен істейік деп, сол бір жерге қазып, өздері бір нәрсе қазып, сәл-сәл болсын, тастарын қойып, бастап жатқан кезде дейді. Бір кезде сол жеріне бір джиппен бір машина өтті дейді. Өтіп бара жатып, тоқтапты. Сіздердің ауылдарыңызда бір мешіт бар ма? Намаз оқып алайын деп едім деп айтады дейді. Міне, біздің мешіт енді басылып жатыр деп айтады дейді. Міне, біздің мешіт енді басылып жатыр. Фундамент енді құйылып жатыр деп. Оқисың ба? Осы жерде оқы деп айтады дейді маған. Сөйтіп ана кісі тұрып, онда мынау құрылыс магазинге барып, мына мешіт соғуға қандай құрылыс керек? Бәрін алыңыздар, қаражатын өзім төлейін деп айтты дейді анау. Джиптегі кісі. Шалдармен қуанып кетті дейді. Сөйтіп анау күнде қаражатын өзі төлеп тұрады. Сөйтіп соғып, үлкен бір мешіт соқты дейді. Күндердің бір күні ана алдыңғы байға барып еді ғой, анау мешіт соғып берді байға. Ол дүниеден өтті дейді. Енді оның жаназасын шығарайын деп отқан кезде анау ақсақалдар оған бармаймыз деп айтты дейді, оның жаназасына дейді. Біз бармаймыз оның жаназасына. Біз кезінде мешіт соғайық деген кезде бізді үйіне қуып шыққан деп оның байдың жаназасына бармады дейді. Бірақ дейді, сол уақытта дейді, анау джиппен алдыңғы анау мешітке қаражат төлеп отқан джиппен келген бала мешітке келіп, не болып қалды, не шаруа, не әңгіме деп шалдың арасына кірген кезде, сонау сіздің алдыңызда бір байға барып едік мешіт соғуға. Бірақ сол бай бізді үйден қуып шығып еді. Соның жаназасына біз бармайтын болдық деп бәріміз отырмыз деген кезде, анау жас бала айтты дейді, сіздер білсеңіздер негізі ол мешіт соққан сол бай деп айтты дейді. Осы мешітті соққан сол бай деп айтты дейді. Сіздер сол үйден шығып кеткеннен бастап, ол бай маған хабарласты дейді. Маған хабарласты да, дереу барда аналардың мешіттерін соғуға кіріс, мен саған бүткіл қаражаттың бәрін саған беріп тұрамын деп айтты дейді. Бірақ мынау мен амалымды ешкімге айтпа, мен дүниеде өткеннен кейін айтсаң айта бар, бірақ мен ешкімге айтпа деп айтты дейді. Бізде мысалға анау бір жақсы амал істегеннен кейін көкейімізде сыймайды ғой ол. Сыймайды да не істейін білмей әйтеуір айтып қоямыз да. Бір білдіріп қоямыз да. Бір үшін болсын бой көрсетіп қоямыз да. Көбінесе байлар дейді, өзін мешіт соққан байлар, бір мешітті өзінің құзырына алып, осыны толық өзін бітірем дейтін байлар, сол өзін соққан мешітіне бармайды екен көбінесе. Не үшін? Өйткені өзін соққан мешітіне барып,
жүрегінде мақтаныш кіріп кетер ме қорқады екен да. Қараңыздар да. Сол сияқты құрметті жамағат, Алла нәсіп болса, мынау мешіттің жаныңызды иншалла сондай имамдар шығаратын, имамдар дайындайтын, осындай қарилар шығаратын сондай бір медресені соғуға жоспарлап жатыр. Алла нәсіп болса, баршамыз бірігіп дұғада болайық. Иншалла шамамыз келгенше, әйтеуір соның бір үлесін, пайдасын тигізетіндей қияметке, иншалла ақыретімізге бір азық болып қалатындай амал жасауымызға Алла тағала баршамызға нәсіп болсын. Альхамдулиллахи раббил аламин, саллату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана.